2026 жылы қадір түні қашан, қай күні болады? Және де ол қадір түні не істеуіміз керек? Видеоның соңына дейін көріңіздер. 2026 жылы қадір түні наурыздың, яғни осы марттың 16-сынан 17-сіне қараған түнге түсіп тұр. Қадір түні жылына бір-ақ мәрте келетін осы 12 айдың ұлысы Рамазан айында, қасиет айында бір-ақ күн келетін қадір түнін біз өткізіп алмауымыз керек. Ол өте мұғжизаға, сырларға, берекеге, ризық, несібеге толы өзі құран түскен түн. Сондықтан осы қадір түні әрқайсыңыз түнде тұрып құлшылық жасаңыздар. Келесі қадір түнге дейін біз бармыз ба, жоқпыз ба, бір Алла біледі. Және де ол қадір түні біз не істеуіміз керек? Ұйықтап тұру керек па, ұйықтамай азанға дейін құлшылық жасауымыз керек па? Негізінен ол өз еркіңіз. Ұйықтап тұрып, құптаннан кейін, бір ұйықтап тұрып, одан кейін барып таңға дейін, таң намазға дейін құлшылық жасасаңыз болады. Себебі сіз ұйықтап Алланың разылығы үшін бәрібір ауыз бекіткенге тұрасыз ғой. Ертерек тұрыңыз да. Тұрған кезінде егер де сіз намаз оқып жүрген болсаңыз, міндетті түрде тахаджуд намазын оқып алыңыз. Одан кейін қадір түнінде, именно осы қадір түнінде оқылатын 4 ракат сүннат нәпіл намаз бар. Білесіздер ме? Қадір түні ғана оқылатын. Сол намазды оқыңыз. Ол былай оқылады. Намаз оқып жүрген қыз келіншектер болса, мені қазір бірден түсінеді. Ниет етсеңіз, былай ниет етесіз. Қадір түні жақсылық тілеп ниет еттім деп ниет етесіз. 4 ракат сүннат нәпілін өтемекке деп намазыңызды бастайсыз. Кәдімгідей субханака дұғасы, одан кейін фатиха, фатихадан кейін қадір сүресі бар. Экранға сіздерге жазып қойдым. Дәл осы қадір сүресін 3 рет оқисыз. Фатиха, субханака дұғасы, фатиха, одан кейін қадір сүресін 3 рет оқисыздар. Одан кейін кәдімгідей руку, сәждеге барғаннан кейін екінші ракатқа тұрамыз. Екінші ракатта фатиха, фатихадан кейін ықылас сүресін 3 рет оқимыз. Сөйтіп қайтадан руку, сәждеде отырыста ат-тахият оқимыз, қайтадан 3-ші ракатқа тұрамыз. 3-ші ракатта қайтадан фатиханы оқимыз. Фатихадан кейін 3 рет қадір сүресін оқимыз. Одан кейін руку, сәжде. Намаз оқып жүргендер мені қазір бірден түсініп жатыр. Сөйтесіз 3-ші ракатта сол сәждеге барасыз, руку, сәжде, одан кейін 4-ші ракатқа барасыз да фатиха сүресі, одан кейін ықылас сүресін тағы да 3 рет қайталайсыз. Сөйтесіз да кәдімгідей руку, сәжде, одан кейін отырыста ат-тахият, Аллахума салли, Аллахума барик, Раббана атина дұғасы, сөйтіп екі жаққа сәлем бересіз ғой. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, екі жаққа сәлем бергеннен кейін барып алақаныңызды жайып экрандағы дұғаны оқисыздар. Сөйтіп аумин дейсіздер. Бұл қадір түні ғана оқылатын 4 ракат керемет нәпіл намазың көрінісі. Намазды әлі бастамаған адамдар ше, не істейміз қадір түні? Сіздерде қадір түнін бір ұйықтап барып тұрып мына нәрсені жасайсыздар. 1 литр суды алып аласыздар, немесе бір бокалға толтырып алып аласыздар, немесе 1 литр су алып аласыздар да дәретіңізді алып ниет етіп фатиха сүресін 41 суға оқисыздар. Дем саласыздар. Қалай оқылады? Бұны намаз оқитындар да, намаз оқымайтындар да осылай дем салып іше береді. Суды алып аласыздар, бисмиллах ниет етесіздер. Фатиха сүресін экранға көрсетіп қоймыз сіздерге. Фатиха сүресін Аузубиллахи минашшайтанирражим, бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим. Бәрі біткен олин дейсіздер ғой, сол кезде фатиха сүресі біткеннен кейін деп 3 рет сүф дейсіздер. Былай жауып аласыздар аузын, сөйтесіздер, дейсіздер. Екінші фатиханы бастаған кезінде бисмиллахир-рахманир-рахим дейсіздер. Қайтадан альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим, валя-долин. Дәл осылай фатиханы бастаған кезде бисмиллахпен бастап, ең соңында деп прям ауыздарыңызды соған жақындатып, су деген тірі ол, білесіздер ме? Бүкіл информацияны тартып алады су деген. Сондықтан ауыздарыңызды жақындатып, шын ниетпен, шын жүрекпен аспай кітапты қойып қойыңыз. Сөйтіңіз сол фатиха сүресін соны оқып отырсаңыз болады. Жатқа білсеңіз жатқа оқи беріңіз. Сөйтіп полный бәрін бітесіз ғой. Біткеннен кейін, я Аллах Тағала, бұл фатиха сүресі Құранның кілті. Жабық есіктерді ашатын сүре, ең ұлы сүре. Және де осы фатиха сүресінің сырын, мұғжизасын, берекетін сүре көрші Аллах Тағала. Деп ары қарай өзіңіздің қандай проблемаңыз бар, қандай жабық есіктер бар, соның барлығын ашуын Аллах Тағаладан сұрайсыздар. Қандай дұға қылғыларыңыз келеді, Алладан не сұрайсыздар, соның барлығын сұрап, я рахманир-рахим, я рахманир-рахим деп 3 рет айтып, Аллахума салли аля сайдина Мұхаммад деп 3 рет айтып, аумин дейміз. Сөйтіп ана суды сол жерде ішесіздер. Бала шағаңызға да берсеңіздер болады. Кішкентай болса да, үлкен болса да, барлығы сол судан іше береді. Үйде отбасы көп болса, онда 2 литрге прям дем салыңыз, бәріне беріп шығасыз сол суды. Және де қадір түні тек қана осы фатиха сүресін ғана емес, өздеріңіз намаз оқи алмай жүрген әйелдер болса, осы қадір түні Аллах Тағаладан 5 уақыт намазда келуіңізді сұраңыздар. Және де истихфар, салауат, зікір, Алланың тосын көркем есімі дұғаларды айта береміз. Но хайыз келген әйелдер тек қана дұға қыламыз, истихфар, салауат, зікір айтамыз. Сіздерге намаз оқуға болмайды, Құран оқуға, фатиха сүресін оқуға болмайды, өйткені таза емессіздер.